Қайырлы кеш, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай, қыздар? Оразаларыңыз қабыл болсын. Ауыз ашарға дайындап жатқан боларсыздар. Біздің үйде де сол не пісірсем екен деп бір сағаттан бері сол Алтынай ханымның парақшасында отырып, сол бір ойға келіп, сол күшті бір десерт пісірейін деген ойға келдім. Мен сарыдан, сүтпен тез әрі жылдам жасалатын дәмді бір десертін пісірейін деп жатырмын. Өте пайдалы. Күнде бір тамақты істей бересің, бірақ енді ерекше бір нәрселер істегің келеді да. Сонда вроде бәрін білесің, түсінесің, неше түрлі істеуге болатын, бірақ ерекше бір нәрсе істегің келген кезде үйіңізде холодильникке қарап жіберсеңіз, кез келген бір нәрсені жасап жүруге болады. Күнде бір тамақты істей бересің, бірақ енді ерекше бір нәрселер істегің келеді да. Сонда вроде бәрін білесің, түсінесің, неше түрлі істеуге болатын, бірақ ерекше бір нәрсе істегің келген кезде үйіңізде холодильникке қарап жіберсеңіз, кез келген бір нәрсені жасап жүруге болады. Мына венигінің басын жұлқынып тұрып жұлып алғансың ғой. Қатты кірісіп кеттім ойым соған қарағанда. Жаңа Алтынай ханымның 800 теңге. Представляете, 800 теңгеме кіресіз, сол мастер-класс сатып аласыз, и бір жақсысы ол мастер-классқа доступ навсегда беріледі. Кез келген уақытта, бүгін емес, ертең емес, может бір айдан кейін болып қалатын шығар. Енді жаңағы ингредиенттерді алуға да сіздің шамаңызға қарай кез келген уақытта алып мастер-классты қарап тұрып жасай бересіз. Қазіргі болып жатқан хит тәттілер, ол тәттілер кондитерский магазиндерде біреуі 2,5-мыңнан 5 мыңға дейін сатады. Сіз оны үй жағдайында жасай аласыз. Ешқандай пеш, әсел пеш, духовка, еш нәрсені қажет етпейді. Тек қана морозильник керек оған. Сондықтан барлықтарыңызға советую. Мен де қосылып алдым. Ол сондай чат екен. Мына венигінің басын жұлқынып тұрып жұлып алғансың ғой. Қатты кірісіп кеттім ойым соған қарағанда. Өзіңіз пісірген тәттілер, ол құрмет, ол қонаққа келген сый құрметіңізді дайындалғаныңыз көрініп тұрады. Күнде бір тамақты істей бересің, бірақ енді ерекше бір нәрселер істегің келеді да. Сонда вроде бәрін білесің, түсінесің, неше түрлі істеуге болатын, бірақ ерекше бір нәрсе істегің келген кезде үйіңізде холодильникке қарап жіберсеңіз, кез келген бір нәрсені жасап жүруге болады. Қазір мен тез жасалатын ауыз ашарға күшті десерт жасап жатырмын. Үйіңізге қонақ келгенде де дайындалғаныңыз көрініп тұрады ғой өзі. Қолмен жасап, өзіңіз пісірген тәттілер, ол құрмет, ол қонаққа келген сый құрметіңізді дайындалғаныңыз көрініп тұрады. Қайырлы кеш, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай, қыздар? Оразаларыңыз қабыл болсын. Ауыз ашарға дайындап жатқан боларсыздар. Біздің үйде де сол не пісірсем екен деп бір сағаттан бері сол жаңа Алтынай ханымның мына венигінің басын жұлқынып тұрып жұлып алғансың ғой. Қатты кірісіп кеттім ойым соған қарағанда. Алтынай ханымның парақшасына кірсем, күшті бір мастер-класстар болып жатыр екен, қыздар. Мен де өзім тіркеліп, сол жаққа жазылып алдым. 800 теңге. Представляете, 800 теңгеме кіресіз, сол мастер-класс сатып аласыз, и бір жақсысы ол мастер-классқа доступ навсегда беріледі. Кез келген уақытта, бүгін емес, ертең емес, может бір айдан кейін болып қалатын шығар. Енді жаңағы ингредиенттерді алуға да сіздің шамаңызға қарай кез келген уақытта алып мастер-классты қарап тұрып жасай бересіз. Қазіргі болып жатқан хит тәттілер, ол тәттілер кондитерский магазиндерде біреуі 2,5-мыңнан 5 мыңға дейін сатады. Сіз оны үй жағдайында жасай аласыз. Ешқандай пеш, әсел пеш, духовка, еш нәрсені қажет етпейді. Тек қана морозильник керек оған. Сондықтан барлықтарыңызға советую. Мен де қосылып алдым. Ол сондай чат екен. Қайырлы кеш, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай, қыздар? Оразаларыңыз қабыл болсын. Ауыз ашарға дайындап жатқан боларсыздар. Біздің үйде де сол не пісірсем екен деп бір сағаттан бері сол күшті бір десерт пісірейін деген ойға келдім. Мен сарыдан, сүтпен тез әрі жылдам жасалатын дәмді бір десертін пісірейін деп жатырмын. Өте пайдалы. Күнде бір тамақты істей бересің, бірақ енді ерекше бір нәрселер істегің келеді да. Сонда вроде бәрін білесің, түсінесің, неше түрлі істеуге болатын, бірақ ерекше бір нәрсе істегің келген кезде үйіңізде холодильникке қарап жіберсеңіз,
кез келген бір нәрсені жасап жүруге болады. Өзіңіз пісірген тәттілер ол құрмет, ол қонаққа келген сый құрметіңіз да, дайындалғаныңыз көрініп тұрады. Көп қыздар сұрап жатыр ғой, сондай рецепттер болса, сондай әдемі страницалар болса, бөлісіп отырыңызшы деп. Сондықтан барлық әйел қауымына, нәзік жандыларға керек парақша болғандықтан өзім бөлісіп жатырмын сіздермен. Сол Алтынай ханымның рецепті бойынша мен қазір тесте жасалатын ауызашарға күшті десерт жасап жатырмын. Жаңа қазір сізге ссылкасын қоям, ол қандай тәттілер екенін видеосында қоям, көріп, соған тіркеліп, ссылкаға өтіп, мен де ол чатта болам, мен де үйренем, маған да керек нәрсе. Сондықтан барлықтарыңызға қыздар кеңес берейін үйреніп алуға. Үйіңізге қонақ келгенде де дайындалғаныңыз көрініп тұрады ғой өзі. Қолмен жасап, өзіңіз пісірген тәттілер ол құрмет, ол қонаққа келген сый құрметіңіз да, дайындалғаныңыз көрініп тұрады. Сондықтан үй жағдайында осындай мастер-класстарды үйреніп алып, оны бизнес қылып сатсаңыз да болады көршілеріңізге. Жаңағы жасаған десерт. Қандай күшті тарымен, е? Көп жерлерде тары дейді, кейбір жерлерде сөк дейді. Біздер жақта мысалы сөк дейміз бұны. Морозильникке салып алдым. Дәмсінай.